Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгін сендермен бірігіп 8-ші зертханалық жұмысты бірге орындайтын боламыз. Тақырыбы хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы. Қажетті реактивтер: хлорсутек тұз қышқылының ерітіндісі, натрий гидроксиді ерітіндісі және лакмус. Химиялық ыдыстар мен құрал жабдықтар. Бізге қажет болады сынауық бір дана, спирт шам, тамшуыр, сағат шынысы пластина, шыны фарфор ыдыс бір дана қажет болады. Ең бірінші балдар, біз зертханалық жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік техникалық ережелерін, қышқылдармен жұмыс жасаудың стандартты қауіпсіздік шараларын міндетті түрде сақтауымыз қажет. Ал балдар, жұмыстың барысына көңіл аударайық. Сынауыққа 2-3 мг тұз қышқылын құйып, үстіне 1-2 тамшы лакмус тамыздық. Сынауықтағы ерітіндіні араластыра отырып, үстіне натрий гидроксиді ерітіндісінің түсі өзгергенше тамызамыз. Лакмустың түсі күлгін түске айналады. Бұл жерде бізде натрий хлориді бейтарап ортаны көрсетеді. Күшті негізбен күшті қышқылдан құралады. Ал бұл жерде астында сендерге натрий гидроксидіне тұз қышқылын қосылған реакция теңдеуін жазып көрсетіп қойдым. Нәтижесінде натрий хлориді мен су түзіледі екен. Мінекей балдар, зертханалық жұмыстың жауабы осындай болады. Назар қойып тыңдағандарың үшін рахмет.